Пайғамбарымыздың Әзірет Үммі Сәләмамен үйленуі. Әзірет Үммі Сәләманың шын аты Хинд, өзі Мағзум тайпасынан Умайя ибн Муғираның қызы. Күйеуі Абдулла ибн Абдул Әсет исламды қабылдағанда мүшриктерден жәбір көріп, ақыры Қабашстанға көшкен. Құрайш мүшриктерінің басшылары мұсылмандықты қабылдапты деген сөзге сеніп, жол ауыртпалығына қарамастан Меккеге оралғанда естігендерінің жай қаңқу екенін көріп қиналады. Сонан соң Мәдинаға қоныс аударады. Сол Абдулла ибн Абдул Әсет Ухуд соғысында жараланып, онысы күн өткен сайын асқынып, ақыры қайтыс болады. Үммі Сәләма бір күні күйеуінің көзі тірісінде әңгімелесіп отырып, былай дейді. Естігенім бойынша, күйеуі өліп жәннатқа кірсе, әйелі де жәннатқа лайық болса, және кейіннен ешкімге тұрмысқа шықпаса, Алла ол екеуін жұмақта да қосақтайды екен. Керісінше, әйелі өліп, күйеуі басқа елге үйленбесе, жұмақтық болғанда Алла бақи өмірде де жұптарын жазбайды. Алдымызда не барын кім білсін, дегенмен екеуміз бір-бірімізге серт берейік. Кім бірінші бақилық болса да, тірі қалғанымыз неке жаңғыртпайтын болайық. Жолдасы оған қарсы шығып, жоқ, олай деме. Сен менің айтқанымды тыңдар болсаң, менен кейін жалғыз қалушы болма, тұрмыс құр. Балаларға бас көз болар адам тапсаң, разымын. Я Алла, Үммі Сәлемаға менен кейін менен де қайырлы, ренжітпейтін, кемсітпейтін жар нәсіп ет, дейді. Жолдасы өліп, Үммі Сәлема жесір қалады. Арадан біршама уақыт өткенде алдымен Әбу Бәкір, сосын Омар оған сөз салады. Ондағы мақсаттары жесір әйел жетім балаларға қамқор болу еді. Үммі Сәлема екеуіне де қарсылық білдіреді. Мұнан соң пайғамбарымыз онымен үйленгісі келетінін айтып, хабар жолдайды. Үммі Сәлема айыпқа бұйырмауын өтініп, мен жас емеспін, бала шағам бар, әрі қызғаншақпын. Некеге куәгерлік ететін ата-анам да қасында емес, деп жауап береді. Жауабын алған соң ардақты пайғамбарымыз өзі келіп ұсынысын қайталайды. Сен жас емеспін дейсің, өзіңнен үлкен еркекпен бас қосуыңа болады. Жетім балаларыңды алға тартасың, олардың жағдайын Алла мен оның Расулы жасайды. Қызғаншақпын депсің, мұның да ретін келтіруді Алладан сұраймын. Куәлік ететін жақыным жоқ дейсің, жақындарыңның қайсысы да маған разы болары даусыз, деді. Үммі Сәлема айтылғандарды тыңдап болған соң екі сөзге келместен қасында отырған ұлына қарап, тұр Омар, менің Расулламен некемді қи, деді. Осылайша Алла тағала Абдулланың өліміне бұрын жасаған дұғасын қабыл етіп, Үммі Сәлемаға адамзат баласының ең қайырлысына жар болу бақытын бұйыртты. Сүйікті пайғамбарымызбен үйленгенде 44 жастағы Үммі Сәлема хижреттің 59 жылында 84 жасында өмірмен қоштасады. Жаназасын Әбу Хурайра оқып Бақи зиратына жерленеді. Үммі Сәлема жазуды білмегенмен оқуға жүйрік болған. Әсіресе шариғат заңдарын жетік меңгерген. Расулладан естіп өзгелерге жеткізген хадистерінің ұзын саны 400-ге жуық.